үшін таңғы 5-те тұрып алды десеңіздер, бүгін біз сыныппен таңғы 5-те мектепке барып тамақ жейміз деген тренд жасайтын боламыз. Бұл тренд үшін мен таңғы 5-те тұрдым. Таңғы 5-те тұрып кеткен жоқпын орнымнан әрине де. Потому что мен жаттым. Короче, тез бояну керек, потому что уже шығу керек. Мен әлі ештеңе білмеймін, не киемін, қаға барамыз, не істейміз уақытта. Потому что маған оны ойлануға өте лень. Мен өзім жаман ұйқым келіп тұрған адаммын негізі. Бірақ түрім бір бодыр болып тұрған сияқты. Мен негізі ұйықтамаймын деп ойлағанмын түнде. Ондай нәрсе болмайды екен, оказывается. Поэтому ұйықтадым. Қазір деген тез боянамыз бірге. Маған надоело боянып, потому что басында ұнайтын боянған. Қазан аял кетті, күніге бояну деген. Біз примерно сағат 7-те жетесін шығармыз мектепке құрсын. Мына тұрмызбен, потому что өте жай қимылдап жатырмын. Өздеріңіз де білесін жарсам ондай трендті. Сіздерге таңғы 5-те қалай болатынын бәрін көрсететін боламын. Және де өздеріңіз де білесін жарсар, оны көп адамдар жасап жатқан инстаграмдарда, тиктоктарда, және де енді әрине де сосын біздер жасағымыз келді. И давайте жасаймыз деп айттық. Қазір прикиньте, мен ғана келіп тұрсам. Енді мен ғана емес, әрине де, но азағаным келіп тұрса. Бәрі нормально болады деп ойлаймын. Енді біздің сыныпта уақыттар кететін әдеттер бар. Өйтіп уақыттар кетпейді деп ойлаймын. Давайте тез макияж жасаймын, потом барып бірге киінетін боламыз. Мен даже не киінетінін білмеймін. Уақыт ойлану керек. Вот, бізде сағат 5-тен 36 кетті. Мен негізі осы телефонмен фонарь жағып отқанмын, сол үшін кішкене жарық болып тұрған. Потому что ана бөлмеден маған лампаны алып келу прям өте ерініп тұрмын. Тұрғым келіп тұрған жоқ мына жақтан. Поэтому осылай. Қолда бар нәрсені жасаймыз достар. Мен деген уже боянып біттім, өте легкий макияж жасай салдым. Короче, бізде сағат 5:55 кетті. И бізде уже сағат 6 болып жатыр. Негізі 5:30-да біз уже эфир каналында кездесеміз деген болатынбыз. Қазір көп адам ұйықтап қалған ғой, прикиньте, таңғы 5-те тұрған, бүйтіп сосын группаға жазған, бірақтан қазір жазсақ жауап бермейді. Звондасақ жауап бермейді. Но, короче, кейбір адамдар келіп жатыр екен, сол себептен ол адамдарды уақыттар кетпеу үшін бізде баратын боламыз. Потому что еще мен боянып қойдым. Сол себептен мен бару керекпін деп ойлаймын. Короче, қазір мен тез киінемін сабаққа, потом бірге фирканға барып, кім келетінін бірге көреміз. Потому что маған да интересно, мен әлі біліп тұрмын жоқпын кім келетінін, но Ажар точно келетінін біліп тұрмын. Сол себептен кеттік. Сағат деген бізде ровно 6 болды. И уже дала жап-жақ болып кетті. Сол себептен давайте тез шығайық. Мен деген уже даладамын. Және де далада прям ешкім жоқ, но өте жарық болып тұр уже. Және де ауасы прям күшті болып тұр, бір тағы да Түркістанға бара жатқан сияқты сезім болып тұр. Және де мен егер шығып жатқан кезде сумкамды ұмытып кеткен, вообще сабақ болатын ұмытып кеткенмін ғой. Сөйтіп сабаққа бара жатыр екенбіз достар. Короче, қазір деген эфир каналында кездесеміз деген болатынбыз. Сол эфир каналға бара жатырмын. Бұрынғы үйіміз жақын еді фирканға, қазір бастап кеттік фирканнан. Сол себептен енді жүріп барамыз. Күшті болып тұр дала. Біз деген негізі сағат таңғы 5-те деп өзіміз айтқан болатынбыз, но көп ұйықтап қалған. Және де бәріне звондап оятамыз дегенше сағат 6 болған ғой. Представляете, 6. Қазір мен енді 6:30-да жетемін ана жаққа, сонда біз 7-де мектепте боламыз. Вообще круто. Но енді хотя бы жасайық бір нәрсе деп. А еще бізге негізі чайник керек. Оны біз 2 адамға тапсырғам, соның біреуі Дарын деген бір бала. И мен деген тақалған кезде таппай қалдым ол чайникті, поэтому чайниксіз кетіп бара жатырмын. Білмеймін, енді Дарын деген балаға сеніп бара жатырмыз бәріміз. Себебі менде чайник жоқ. Ал бізде чайник болмаса, біз ештеңе жасай алмаймыз. Біз кофе да аламаймыз, роллтон да жасай алмаймыз. Бұл трендтің барлық мағынасы кетіп қалады. Сол себептен біз бәріміз Дарынға сенеміз. Қараңыздар, далада деген полный тишина деп айтайын деп едім. Адамдар бар екен ғой достар. Қателестім. Короче, мен деген уже келіп қалдым. Қазір тағы да бір 3-4 минут жүрдім да, сосын бар. Уже келем. Еще мен қатып қалдым, потому что мен деген футболка киіп шықтым. Қазір Ажар маған зипка алып келеді, зипку дейін. Сол себептен бәрі нормально. Тух, кім келе жатыр? Привет. Мен қалғанда ұйықтадым. Все, біз келдік.
Но ешкім жоқ. Как всегда, біз екеуміз ғана. Ой, бірақ мен намаға да ұйқысы келіп отыр. Жаныма қарашы, ұйқысы келіп отыр. Бар екен ғой, фирканда ішінде. Біз ағай боқтаватсыз бәрін. Күштөлі болып тұр екен ар жақта. Сағат 6-та келіп тұрыңдар достар, күшті екен 6-та келгенде. Біз екі қызды көрдік, и мәз болып жүрміз. Бәрі ұйықтап жатыр мына жақта. Вот. Біз сияқтылар ғой, жын ұқсап келіп алып. Короче, қазір біз бір нәрсе сатып аламыз. Қана жүрмеш телефонда, сағат берейік. Сағат бізде 6-дан 21 етті. Короче, біз мына жақта болады. Көп ротындар алдық. Мынаған сатып қойдың алар. Видеоны айтып қана несін сен көтермейді. Қазір енді суды ішеміз. Сағат бізде сағат көрсетіп жесендер достар. 7 болды. Ой, 7 он жоқ. 6:30 болды. Все, біз келдік мектепке. 6-дан қанша кетті? 42 кетті. Күшті. Уже адамдар ішінде примерно жеп, уже аяқта, бәрі үйіне қайтып. Ұйқымды ашып жүрдім ма? Біз кірдік. Ешкім жоқ мектепте, біз ғана. Бізде осындай чайник бар. Әдемі екен. Біз қазір осы жерге су толтырамыз. Мен сияқтылар лақтырып кетеді, чайнигға келмей. Білмеймін, оны тілін жастар. Осыға дейм бе? Бізде сағат 7 болды. Ровно. Давай, дейсің бе? Бізде қайнады. Ой, ашпаса қосы бұл ұшады ғой. Оны ашпайға деген ғой. Басын сіне алла сонда. Ашпаса сема. Вообще ойланбадық. Мұны жасауға. Мұны жасайтын затты алматыда қойдық. Біз дарын қан отыр ғой. Бәріне ешіп қойып шығамыз. Ойнан бетін жауы керкен ғой. Ей, болды дайындалды мұны достар. Кебіз ауыратымыз бар. Түркістанда шекеде жегеміз. Бәрі нормально. Жоқ? Суға ішсің, жосы четко шығады. Екі жатады. Ас болсын? Ай, бай аузын. Все, короче, ұқтаймыз. Бізде сағат 7-ден 25 кетті. И біз уже барлығын жеп біттік, потому что қазір сағат 8-де бізде сабақ басталады. Сол себептен біз деген уже бітірдік. И қазір кабинетімізге кіреміз. Сөйтіп күтіп отырамыз басқаларын. Вот ашамай отырақта кабинетті. Все, біз далаға шықтық. Уже адамдар деген келіп жатыр көп қып. И біз қазір бір нәрсе аламыз деп бара жатырмыз ана жаққа. Мен Нұрсұлтан кетіп жатыр ана жақта. Нұрсұлтан не алдың? Көп адам келіп жатыр уже. Ты ничего келіп жүрсің? Біз деген электрошок деген нәрсе алдық. Қазірдан осыны айта беруші еді. Онда мен де алдым. Қазір енді осыны жейміз. Күшті екен, алыңыздар, совет ойып. Деп жүресің өміріш. Күшті екен. Уже бәрі кеп қойдым. Айқым келіп жатыр, адамдар енді келіп жатыр. На стекле он выводит надпись 0 плюс 0 равно 64. Кажется, кто-то не закончил 3 класс. Привет. Мультик нарисовано. Имя. Осылар кого? Не сияқты, женасы сияқты тұрғаш подозрительно. С одного взгляда на записку он понимает, кто из подозреваемых настоящий убийца. 10 секунд. 1 июня – это первая буква в слове «июнь» – «и». Иван, Третья буква в январе – «в». Четвертая буква в декабре – «а». Третья буква в сентябре – «н». Получается имя Иван.
Kimdir bir kelib жатыр, а biz bo'lsa jomon yo'qmiz kelib жатыр. Потому что biz tong'i 5 da turdik. Hozir uxlaymiz. Qaqdan desangizlar, bizda tug'ilgan yerimiz bor. Azar. Все уже sabah biz hozir operasiyamiz. Давай, Аллашка. Ишика falan. Hozir короче, erkazan bulchkasымен jeva. Bizda bir kofe bir naday bulchka. Qanaqa azor o'tiribdi. Biz degan jomon yo'qmizga o'tir, потому что biz tang'i 5 turgan bo'lardik. Biz navopamiz turgan zoq. Bo'ldim keldi. Все, biz sohbatdan uyga qaytamiz. Osmen bizning video yoqtaldi. Sizlarga yo'naldi degan o'ydamiz. Unda like-larni bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmanglar. Sizlarda sinfdoshlarimizdan o'sha intereslansizlar, asna plus qo'yib ketingizlar. Sizlar bilan bo'lgan meni sog' bo'linglar. Kelasi videoda jolqancha.